Саламатсыздар ма? Біз жалпы бүгінгі видеомызда бизнес идеяларға аналитика жасап, шығындар қанша болады, қанша таза пайда, таза табыс табуға болады, сол жайлы айтатын боламыз. Жалпы бүгінгі видеомыз автокөлікті, яғни машинаны жалға беру арқылы пайда табу. Автокөлікке, яғни машинаға Кобальт, яғни Chevrolet Кобальт автокөлігін мысалға алайық. Мысалға 5 Кобальт алдыңыз. Енді қараңыз, сіздің 5 көлік алдыңыз Кобальт кредитке. Жалпы былай болады. Сіз 12.000 күніне 12.000 теңгеге арендаға беріп атсыз. Аптасынан бір күн демалыс, сонда айына 4 күн демалыс болады жобамен. Сол кездегі біздегі есеп айына 318.000 теңге 5 көлік бойынша сізге табыс түседі екен. Яғни бұл дегеніміз біздің таза табысымыз. Ары қарай қазір толық айтатын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы жылына 19 миллион теңге 5 жылда. Жалпы 5 жылдағы сіздің таза табыңыз 19 миллион теңге таза табыс табасыз. Жалпы 5 жылда сіздің кредитіңіз де бітетін болады. Ал 5 жылдан кейін, яғни несие өтелгеннен кейін 4 есе пайдаңыз өседі екен. Бұл модель 5 Chevrolet Cobalt көліктерін несиеге алып, күнделікті жалдауға берудің нақты сандарға негізделген қаржылық болжамы. Актив өзін-өзі өтейді, инвестор тек бастапқы кепілді қамтамасыз етеді дейді. Енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бастапқы шарттар дейді. Қаржылық модельдің негізі нақты шарттар мен нарықтық бағаларға сүйенеді. Төмендегі параметрлер бизнестің барлық есептеулерінің негізін құрайды дейді. Қараңыздар, яғни сізде 5 Cobalt автокөлігі бар. Сенімді және үнемді, біз таксовать етуге ыңғайлы. Жалдау бағасы 12.000 теңге күніне, жұмыс режимі аптасына 6 күн. Яғни сіз 7 күнге бересіз, бірақ бір күннің ақшасын алмайсыз. Яғни 6 күнге төлейді ол тек қана. Бірақ 7-ші күнде ол айдап жүре береді. Онда айына 26 төлем күні болады жобамен. Шығын құрылымын есептейміз. Ай сайынғы несие дейді. Яғни 5 көлік есептейміз. Мысалға сіз бір көлікке айына 195.000 теңге кредит төлейтін болсаңыз, жобамен алып жатыр мысалға, сіз 5 көлікке айына 975.000 теңге кредит төлейтін боласыз. Одан бөлек жаңағындай ай сайын таксовать еткеннен кейін басқа да шығындар бар. Жаңағындай нені ғана алайықшы, май ауыстыру, 40.000 теңге жаңағындай фильтрмен ауыстыру болды десеңіз, 5 көлік, яғни 200.000 теңге болады бір айда. Яғни тағы да шығыныңыз 3 айлық жөндеу дейді. Яғни 3 айда бір жері кетеді, бір ходовкасы кетеді, басқасы кетеді. Соған 40.000 теңге кетсін дейші. Әр көлікке 3 ай сайын, сонда 5 көлікке 200.000 теңге шығын кетеді. Енді қараңыз, шығындарды есептейміз. Жалпы 5 көлікке 975.000 теңге сіз кредит төлейсіз ай сайын. Яғни одан бөлек май ауыстыру басқа 200.000 теңге ай сайын. Жалдау кірісі 312.000 теңге, яғни 312.000 теңге пайда табасыз. Ал 5 көлікте сонда көбейтетін болсақ, 1.560.000 теңге пайда табатын боласыз. 3 айда бір рет 40.000 теңге жөндесеңіз, яғни 3 айда бір рет 5 көлікке 200.000 теңге шығын құртатын боласыз. Ары қарай енді бір көліктің ай сайынғы есебін бір шығарып көрейік. Яғни жеке бір Кобальт бойынша ақша шығыны кіріс шығыннан айтарлықтай асып тұр дейді. Ал 3 айлық цикл ескерілсе де таза пайда оң болып қалады дейді. Енді қараңыздар, 26 күнде 12.000 теңге 312.000 теңге пайда табасыз. Енді қараңыз, несие шығыныңыз 195.000 теңге бір көлікке. Жаңағындай май ауыстыру басқа да 40.000 теңге. Жөндеусіз таза пайда 77.000 теңге табасыз. Енді қараңыз, 3 айда бір бұзылады деп, жаңағындай 1-2 ремонтын қосатын болсақ, яғни 77.000 теңгені 3 айда сіз белгілі бір ақшаны табасыз. Одан 40.000 теңге жөндеуді алып тастасаңыз, 191.000 теңге, яғни сіз 3 айда 191.000 теңге пайда табасыз. Оны 3-ге бөлсеңіз, 63.700 теңге пайда табатын боласыз. Кіріс шығынан 33%-ға асып тұр дейді. Жөндеу резервін ескергенде де бір көлік айына орташа 63.700 теңге таза пайда береді дейді. Енді ары қарай жалғастырамыз. 5 көліктің ай сайынғы есебін табамыз. Автопарктің жиынтық ақша шығыны 5 Cobalt бірге жұмыс істегенде бизнес масштабы айтарлықтай артады және тұрақты табыс қалыптасады дейді.
Яғни сіз 312 мың теңгеден 5 көлігіңіз айына 1.560 мың теңге пайда алып келеді. Несиелік шығынды есептейтін болсақ, 195 мың теңгеден 5 көлікке 975 мың теңге кредит төлейсіз. Жаңағыдай май ауыстыру, басқа да шығындар 5 көлік 200 мың теңге. Сонда сіз 3 айлық циклді ескеретін болсақ, айына сіз 318 мың теңге 5 көліктен пайда табатын боласыз. Мына жердегі біздің нелерді көрсеңіз болады. Диаграммалар. 5 жылдағы жиынтық нәтижені айтайық. Несие мерзімі ішінде толық қаржылық картина. Бизнес несиені өзі өтейді және қосымша таза пайда жинайды. Ал мерзім соңында активтер инвестордың меншігінде қалады дейді. Яғни сіз орташа айлық табысыңыз 318 мың теңге, жылдық таза табысыңыз 3.816 мың теңге, 5 жылдағы жиынтық пайда, яғни 3.816 мың 5-ке өтсеңіз 19.080 мың теңге табасыз. 5 жылда таза, жаңағы несиеден бөлек, басқа шығындардан бөлек. Мына орташа айлық табыс деген бұл 5 көліктікі, таза табысыңыз. Енді қараңыз, актив меншіктілігі 5 жыл соңында 5 кобальт толық меншікте, яғни сіз 5 жылдан кейін кобальт сіздікі болады, яғни кредит өтелгеннен кейін. Енді сіздің пайдаңыз несие бойынша жалпы төлем, яғни сіз несиеге 195 мыңнан 5 көлікке жаңағыдай 975 мың теңге ортасы, оны 60 ай өтсеңіз, яғни 58 миллион 500 мың теңге кредитке төлесе, ал жалпы кірісіңіз 93 миллион 600 мың теңге, ал таза табысыңыз 19 миллион теңге қалады. Басқа шығындарды алып тастаған кезде мына жердегі өсімді көрсеңіз болады, яғни 1 жылда 3 миллион, 2 жылда 7 миллион деген сияқты, 3 жылда 11 миллион, 4 жылда 15 миллион, 5 жылда 19 миллион таза табасыз кредитіңіз біткенше. 5 жылдан кейінгі сценарий несиесіз кіріс мына жерде айтып өттік. Яғни сіз кредитің біткеннен кейін кредитіңіз таза пайдаңыз 4 есеге артады екен. Яғни сіздің кредит шығындарыңыз болмайды. Яғни бір көліктің таза пайдасын мына жерде көрсетілген. 5 көліктікі ай сайын 1.293 мың теңге, яғни ешқандай кредит төлемейсіз. Ал таза жылдық табысыңыз 15 миллион 500 мың теңге табасыз. Түсінікті ғой. Яғни 4,6 есе өскен екен. Мына жерде бір қарап шығыңыздар, бізде уақыт тапшы болғаннан кейін. Тәуекелдер мен болжамдарды өтейік. Кез келген инвестициялық шешім тәуекелдерді ашық бағалау талап етеді. Төмендегі факторлар модельдің шекараларын анықтайды және оларды алдын ала басқару стратегиясы бар дейді. Толтырылу деңгейі модель айына 26 күн жолдауды болжайды. Нақты сұраныс маусымға, ауа райына және нарық конъюнктурасына байланысты өзгеруі мүмкін. Яғни 80%-дан да төмен толтырылу 21 күн пайданы айтарлықтай азайтады дейді. 21 күннің өзіне берсеңіз, пайдаңыз азайып кетеді екен. Жөндеу шығыны ДТП болса шығын бюджеттен асуы мүмкін деген сияқты біз жерде бұл не бар? Несие мөлшерлемесі бар бұл жерде. Яғни бұл жерде бәсекелестік деген де бар. Және амортизация деген бар, яғни кобальт бірақ өзіңізде қалғанмен бұның бағасы төмендейді бара-бара. Барлық тәуекелдер басқарылатын деңгейде толтыру деңгейін 80% ұстап тұру және жөндеу резервін жинақтау бизнестің тұрақтылығын қамтамасыз ететін негізгі 2 тетік дейді. Осында бір оқып жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар. Қорытында неге бұл бизнес тиімді дейді. Бұл модельдің басты артықшылығы актив өзін-өзі несие арқылы сатып алады. Инвестор тек бастап кепілді қамтамасыз етеді, ал бизнес өз кірісімен несиені өтейді және таза пайда жинайды дейді. Несие кезеңі 318 мың теңге ай сайын таза табыс, несие өзін-өзі өтейді, пайда жинақталады дейді. 5 жыл соңында 19 миллион 5 жылда жинайсыз және 5 кобальт сізде толық өзіңізде қалады, Пассивті кіріс дейді, шығыны аз, пайдасы максималды режим дейді. Мына жерлерде бір-бірді ақсылап қарап шығыңыздар, оқып, одан кейін ары қарай комментарийге жазыңыздар. Тағы да алдағы уақытта қандай бизнес түрін бірге талқылайтын боламыз.